12 жасқа толған балаларға арналған. Менің қолымда қазақтың қасиетті ұлттық аспабы домбыра. Домбыра тартуды үйрену, домбыраға құмар болу, домбыраға ғашық болу, ол өмірдің қадірін білу, өмірді сүру, жақсылық пен жамандықты, ақыл мен парасатты айыру деген сөз. Домбырамның мінекей бірінші құлағынан бастайық. Домбыраның құлағы ұрпақтарға, тарихқа құлағың тұр, тарихтағы жақсы нәрселерді көңіліңе күй деп айтып тұрады сияқты. Одан кейін домбырада мына жетім тиек. Бұл жетім тиек тарихтағы қиыншылықтардың барлығын, кәдімгі жетімдікті, ауырлықты көрген бүкіл кәдімгі адамдарға сен жетімдікке берілме. Жетім тиекте де түрлі керемет күйлер, дастандар тартылып шығады, халыққа қазынаға айналады деп тұрғандай. Одан кейін мынау бірінші пердені 12 перде болады домбырада. 12 перде ол кәдімгі 12 перде жыл 12 айдың саған беретін жақсылығы, қуанышы, қиыншылықты жеңетін бір кездерде сүйініш болды деп тұрғандай сияқты. Басында бір перде болады, оны түрікмен тиек дейді. Негізі біздің адамымыз түркі ғой, көкбөрінің ұрпағымыз. Сол түркілердің не бір кәдімгі зарлы мақамдары осы бір түрікмен тиектен басталады. Сөйтіп келеді ма екі шек, домбыраның екі шегі кәдімгі күн менен түн сияқты. Күн мен түннің бірлігі, күн мен түннің тыныштығы осы домбыраны екі шегінен көрдіп, осы тиек арқылы жұртқа тарап жатады. Мынау тиек деген сөз, мынау тиек кәдімгі ол өзің тиек сияқты нық тұрсаң, тиек сияқты қисаймасаң, тиек сияқты сызай бермесең, сенің өмірің, тағдырың бақытқа айналады. Содан кейін бар домбыраның мінекей шанағы деген болады. Шанағы бұл домбыраның шанағы бүкіл төрткүл дүние, төрткүл әлем осы домбыраның шанағына сыйып тұр. Осы домбыраның шанағынан небір керемет күмбірлеген күй шықты. Осы домбыраның шанағынан керемет жыраулардың жақсы дүниелері тарихтан тарихқа мұра болып жетті. Мына домбыраның шанағынан небір ақын жыраулардың термелері халықтың құлағына нақыл болып, әңгіме болып, жыр болып, ұрпақтар тәрбиесіне, үлкен ұрпақтардың тәліміне, тағылымына, тектілігіне осы домбыраның шанағынан шыққан небір қасиетті, сырлы дүниелер әсер етті деп айтсақ, артық айтқандай болмаспыз. Атақты Жошы ханның баласы өлгенде ешкім есірте алмаған ауыр қайғыны осы бір